Бауырлар, қалайсыздар, қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Азанғы тренировка жай-жай. Братишка барғасыз. Қошқар! Сосын көзіңе не болды деп отқандар, ол спаррингтен болады. Біз еркекпіз, біз жігітпіз. Тая жеп қалын ба деп. Ешкімнен тая жемеймін, шүкір Аллаға шүкір. Біреуден тая жейтін болсам, не үшін спорт қуып жүріп. Бұл залда болатын нәрселер, нандайлар, сырлар. Бетің бәріне сөйтеді. Енді біз Головкиннің өзі пропускать етеді ғой деген сияқты. Сол арқылы еңбек ақталады. Конечно, осы арқылы, андай. Түсінеді оны спортсмендер. Сол күндеріңіз сәтті өтсін. Қазір бой сүйем істеп бітті. Көптеген адамның сұрақтары бойынша енді дайрект толып қалған, оның барлығы ақшаны қайдан табасыз, қалай табасыз. Мен әрине онлайн табамын, ақшаның барлығын Telegram бот арқылы мына жақта сілтеме тұр, осы сілтемеге өтесіздер. Небәрі 15 минутыңызды арнайсыз, 45 мың теңге өзіңізде болады ағайын. Босқа уақыт өткізуде ақша тапқан әрине жақсы ғой. Мен бұл нәрсені көп адамға көрсетемін, түсіндіріп те жүрмін. Келесі стористерді қарасаңыздар толыққанды түсіндіріп өтемін. Ақша табыңыздар. Ақша табам, үйренем деген адамдарға әрине барынша көрсетіп жүрміз ғой ағайын. Осы уақытқа дейін де салып жүрміз стористер барлығын түсінікті түрде. Мына жақтағы сілтемеге өтесіздер, лайк басып, подписка жасау арқылы ақша табасыздар, және де достарыңызға жіберіңіздер, өздеріңіздің, жақындарыңыздың да ақша табуына үлес қосыңыздар ағайын. Және де ақшалы болыңыздар. Қайта-қайта амандасудан жалықпаймыз. Қарын ашты, салам бұрға заказ берген болатын, маған келіп тұр. Достар, салам бұрға заказ беріп, үйде души кино көрейін деп едім. Приезжает. Бұйыртса сіз болыңыз Краш Ташкенттен жалынды сәлем дейді. Ассалаумағалейкум, Ташкентке қалайсыздар, амансыздар ма? Рахмет, үлкен рахмет. Сіздердің қолдауларыңызды әрине сеземін. Души сондықтан Ташкентке қалайсыздар. Қалайсыз, сіз қай жақта туылғансыз, руыңыз қандай дейді. Жақсы шүкір, рахмет, өзіңіз қалайсыз, амансыз ба? Мен Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Қаратөбе ауданы Ханкөл деген ауылда туылғам, дүниеге келгем. Жалпы руыма келетін болсақ, Кіші Жүз, Байлы, Байбақты. Жалпы Батыс Қазақстан, Орал қаласы небір батырлар шыққан жер, әнші, ақын, жыраулар шыққан жер, киелі мекен. Сол жақта туып өскен, менде де бір фотоңыз вампирға ұқсап қалыпты дейді. Кешіріңіз, бұл менің ойым дейді. Просто айтып жатырмын дейді. Негізі вампирмін. Поэзия оқыңыз тағыда дейді. Енді Алла қаласа бір реті келіп жатса оқимыз. Негізі поэзия толып тұр ғой. Біраз өлең жаттағам достар. Шығаратын уақыты болды, сол кезде бәрін шығарамыз. Ираны ұнатасыз ба дейді. Негізі достар, маған өте көп сұрақ келіпті. Оның почти барлығы десем болады Индира туралы. Индира өте жақсы қыз, жалпы ақылды, қалай десем, салмақты, қарапайым, үндемейтін, өзінің орнымен сөйлейтін қыз ғой. Бірақ енді оны ұнату сезіміне әкеліп тіреудің қажеті жоқ деген келеді. Сол. Алматы сәлем, Қырғызстаннан дейді. Саған қырғыз қыздар ұнайма дейді. Ассалаумағалейкум, Қырғызстанға қалайсыздар, амансыздар ма, не істеп жатырсыздар? Әрине, қырғыз болсын, қазақ болсын, жалпы негізі мен өтірік айтпай қояйын, ұлтқа бөлмеймін қыздарды. Барлық қыз әдемі, барлығы да ұнайды, өте әдемі біздің қыздар.